Ассаламу алейкум, Металл газет каналының тіркелушілер. Бүгінгі видеороликте біздер осындай телевизорды ашамыз. Мына телевизорды менің құрдасым алып келді. Оны Алла разы болсын. Сол телевизордың құрамында қандай металдар бар, күміс бар ма, алтын бар ма, соны бәрін қараймыз. Кеттік. Мына телевизор сделано 2008-10 11 жыл болған телевизор екен. Сделано в Казахстане, город Алматы. Өте жақсы болса ондай. Қазақстанда производителдер көп болсын. Ал енді мына әдептегідей шуруптар деген жетеді мынақта. 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 шақты шуруптай бар. Оны енді шуруптарды бұрап атқанда ешкімге қызық емес. Сондықтан так, міне крышканы аштым. Крышканы ашқанда не көріп тұрмыз біздер? Мынау бар. Бір плата. Мынаны мен сразу жап-жаңа кесіп садым қысқашпен. Себеп мынаны тартсаңыз ашып, ішінде вакуум бар да, сон давление бар да ішінде. Сонда мен мынаны еш уақытта ашпаймын, мына присосканы. Мен тек осы жерден кесіп жіберемін. Кескенде де бар ғой. Мынау мысалы көп тұрып қалған телевизор көп тұр да, қосылмай. Егер де мына шнурды свежий телевизор болса, кесіп отқан кезде мына ТДКС-тің несі ғой, ол токпен ұруға мүмкін даже. Негізі телевизор сол экранмен, міне мынау зат опасно, ТДКС деген нәрсе. Так, мен қазір мынаны кішкене шамнан сүртіп жіберейін, сосын тағы да қосылам. Бисмиллах. Мына енді мынаны уже көрсету керек болып тұр, қалай ашылатын. Мына ортадағы негізі мына осыдан басталады. Телевизор ашқан кезде самый основной точкасы осы. Так, босатылды біреу. Сонда келмейді. Так, бүйтіп біраз жайлап. Мынада бүйтіп ашылады. Міне. Сосын жайлап мынаны шығарамыз. Опа. Так. Мынаны біз кусачкамен бүйтіп істейміз. Мына проводтар ұстап тұр мына жерде. Бисмиллах. Вот. Шықты. Мына бірінші деталь. Іші деген мыс көп. Ол мыс бар я міне. Опа. Мынаны жат. Так, оны пока щитке қоя тұрайын. Дальше. Не көріп тұрмыз біздер мына жерде. Мінеке мынандай несі бар. Экранның айналасы. Сым. Так, мынаны алып тастаймыз. Так. Біз оны бүйтіп аямаймыз, тек қана осыдан кесе береміз. Қызық. Кейде мынаны естеймін. Мына мысалы мына динамиктерді лақтырма шеш дейді. Мен просто уже бір телевизор емес, негізінде бір 10 шақты телевизорде аштым примерно. Вот, и мен естігенім бар, мына колонкалар даже менде жиналып тұрды, бір емес, бір 7-8 динамик әртүрлі телевизорден. Баяғы SSR-дің телевизорден бастап, мына импортнилардан бастап. Олар керек емес нәрселер да ол. Қазір мен мынаны айналдырып жүреймші. Адам айтады, сен мына заттарды лақтырма деп та.
ол тіпті керек емес нәрселер емес. Оны тек қана металлолом я мусор. Мынау шығып тұр екен. Платаны шығарамыз. Плата не ол? Так, мыналарын біз міне тек қана мынандай қайшымен кесіп жібереміз. Міне болды. Болды емес па? Так, сонымен бізде бір плата. Мен мына платада барып душқа түсіріп қайтайын. Сосын қайтып қосылармын. Міне телевизорды шашып бастадық дегендей. На составляющий. Негізінде алатын жер тағы да бар. Мына жерде шуруптан бұрап, міне мынаны алып алады да. Бірақ мен оған до конца істемеймін. Ол кішкене не керек та? Менікіндей балкон емес, не керек? Гараж, сарай, жер үй дегендей. Мына темірді алуға болады. Оны өтпейміз. Міне осындай қалды телевизорден, тек қана лақтыратын экран мен пластмасс корпус. Оны біз не істейміз оны? Не істейміз біткенде біз? Бітеміз. Вот так. Ставим. Сосын қайтып міне орнына отырғыздық. Шуруптарға отырғызам да. И осылай қылып мусорға апарып тастаймын. Болды, утилизация жасалды. Сонымен міне телевизордан шыққан заттар. Мынау мыс болу керек. Осындай мынау не? Катушка. Онда мыс. Мындай кішкентай плата. Оның ішінде не зат бар екенін білмеймін. Мүмкін де ештеңе де жоқ шығар, может. Көреміз. Так, мынандай екі динамик. И мынандай плата. Платадан не бар екен? Так, мынау латунь. Азғантай мыс. Азғантай мінекей мыс тоже. Латунь. Латунь деппін ғой, алюминий. Қателесе берем. Кеше палладийға платина деп. Алюминий. Так. Мынау да алюминий. Бұл енді басқа ештеңе жоқ. Мына микросхемаларды алуға болады. Ішінде мүмкін алтын құрамында бар шығар, мүмкін. А может нет, оны кусачкамен істеп тексеру керек обязательно. Так. Сосын болды енді. Басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Міне осындай телевизор, LG деген телевизор болды. Содан шыққан заттар. Мен мынаны ашып көрейін до конца. Платаны шашып тастайын. Мына катушканы қалай ашатынын көрсетейін деп жөн көрдім. Негізі мына катушкалар қиындау ашылатын заттар. Өзде сондай вредный заттардың біреу. Бірақ мен оны, как обычно, аямаймын. Выставкаға апармаймыз оны. Міне, осылай істейміз де, дальше ол жайлап кете береді. Так вот. Тұрамыз бұл оны. Аялап. Ломать не строить дегендей. Міне осылай қылып, сосын мет жинала береді жайлап. Мынандай кішкентай катушка. Ол жерде берса копилка кететін меттер ғой. Так, кейіннен мынау. Мынаны ашқан кезде ойлаңыз, мынау ұшып кетеді негізінде. Бірақ енді көрсетейік та. Әне, ұшып кетті біреу. Екіншісі, мына жер сүртіме алып тұр. Ладно.
Мынаны бүйтіп ашамыз. Оның деген аяйтын ештеңесі жоқ. Сындыратын заттарды сіздер сындыра беріңіз. Жайлап өзі шығады мінекей. Міне шықты. Оны сықылай берсеңіз, пайдасы жоқ. Бізге деген тез-тез болған результат керек. Вот так вот. Онда екі кішкентай катушка бар мына жерде. Онда аламыз. Онда бұйырса не кетеді бізде? Копилкаға. Мынанда копилкаға лақтырам бұйырса. Мынанда феррит, оны темірге лақтырсаңыз да болады. Темірге лақтырам. Болды, мынау мусор. Осымен міне катушканы, мына катушканы біздер осылай ашамыз. Аямай, тек сындырып. Болды, мынау мыс. Сосын шыққан заттар. Мінеке мынандай катушкалар шығып еді. Ішінен тоже одан мыс. Тазалап жіберейік. Одан мыс. Мынаның ішінде де мыс. Мынаның ішінде мыс. Мынандай. Мынандай катушкалар. Шахматқа похож екен. Ладья. Ладно. Мыс. Сосын мындай алюминий шықты. Онда алюминге саламыз. Бұйырса міне новый партия жиналып бастап отыр. Алдыңғы міне мыс тапсырдым деген видеода мыс пен алюминдер тапсырып едім ғой. Так, сосын мына жерде міне мынандай шнурлардың входтары. Ішінде мынандай нелер шықты, бірақ олар кәдімгідей металл, по-моему, покрытый. Кәдімгідей емес, мына немен қырып едім, напильникпен. Көріне ме, көрінбей ме, міне мына сарғайыпты да, міне мына шеті. Оны біз латунге жинаймыз. Бізде латунь коробка бар, жиналып атқан. Соған сала береміз жайлап мына заттарды. Москва не сразу строился деп, сосын біздер оны жайлап ақша тиыннан жиналады дегендей жинап латуньге саламын. Бұл латунь. Азғантай болса да оны естіп біз жинаймыз, в общем. Так, в общем, көрсетті мынаны. Так, сосын сірә мінеке мына мыстар жатыр. Міне мыналар. Ол біз изоляциядан ашу керекпін, бұйырса шнурмен. Сосын мына экранның несі, обмоткасы. Мынау не зат екенін білмеймін, сосын көрермін. Неважный зат. Сосын міне мынандай бір зат шықты. Мен көрсеткім келіп тұр. Міне аяқтар көрінбейді да, мына дұрыс. В общем, аяқтары сарғайып жатыр. Сосын мен мынаны сындырған кезде ішіне деген сарғайып жатыр. Мынау мыс емес, мынау кәдімгідей сары, алтын жалатқан. Мен оны бөлек саламын. Мынау полный сарғайып жатыр іші деген. Желтый болып. Это позолота. Алтын жалатқан мынау. Явно. Так. Сосын мінеке мынандай транзистор шықты. Транзистордың мына аяқ сізге көрінбейді шығар, бірақ аяқтары сарғайып жатыр. Сары болып та. Оны қазір мен мынаны бір тістеп жүрейінші мына жерді. Көрінбейді әлі дұрыс. Аяқтар міне сап-сары болып тұр. Бірақ іші деген мыс болып тұр. Іші мыс болып тұр, я. Тағы сындырайық. Бисмиллах деп қазір.
Жоқ, мыс екен. Таза мыс екен. Қызарып жатыр. Да, это медь. Бірақ ножки сарғайып жатыр. Ножкалерді мен бөлек алып тастаймын. Так, оны кейіннен істермін. Так, жарайды. Сосын міне мынандай транзисторлар бәрі бір кучаға салармын. Сары ножкалар. Сары ножка. Транзисторларды мен жайлап бөлек жинап жатырмын. Мынандай детальдер. Импортный заттардан көбінесе ішінде мыс шығады. Соны наковальникке салып, мен бір күн бір видео жасарым. Наковальникке салып, ұрып, неше грамм шығатын писеға салып кәдімгідей көрерміз бұйырса. Так, ну енді транзистор. Ал мынау деген не? Мынаны көрсетейік, ашып. Одан мыс болу керек. Одан мыс, міне қызарып тұр. Таза мыс болып тұр. Мыс. Міне көріп тұрған шығарсыз, қызарып тұр. Импортный телевизордан шыққан транзистор запчасть көбінесе не болады? Мыс. Мына баяғы советский телевизорлар болса, ішінде құрамында алтын болатын микросхемаларда. Мыс. Бұл салайын. Транзистор болсам оны. Және міне мынандай микросхема шықты. Оны қазір бір тістеп жіберейік. Көрейік не бар екен ішінде. Онда құрамында мінекі мыс. Негізінде советский болса, или даже кейде мына Tesla деген бар импортный компаниялар бар. Сол мына ножкалар, мына қызарып жатса, мыс болып, оларда сап-сары болып тұрады. Алтын жалатқан кәдімгідей. Соларда обязательно мынандай микросхемалар кездесіп жатса, қысқашпен, кусачкамен тістеп тексересіз. Сарғайып жатса, ол алтын однозначно. Себеп микросхеманың ішінде басқа металл қоймайды. Мыс, алтын, екеуінің біреу. Міне екеу шықты. Екеуіне мен сосын көрерім, тексеріп. Мынандай екі динамик. Динамик енді біз пластмастарды лақтырып, мыналарды мен темірге салам, металломға. Болды, міне осындай. Бүгінгі осындай ролик телевизорды аштық. Міне құрамында осындай металдар бар екен. Алтын жоқ, күміс жоқ. Күміс негізінде бар ғой, міне айтпақшы, мынандай көктерді мен жинап жатырмын. Мен бір жерде ютубтан көріп едім, что мынандай көк импортный детальдарда құрамында күміс бар. Егерде білетіндер бар болса, анық. Соны комментарияға жазсаңыз да болады, бауырлар. А то, может, мен бекер жинап жатқан шығар, может, мен ақпарат дұрыс емес шығар беріп жатқан. Бірақ мен естіген, көргенім, мынандай көктің ішінде күміс бар екен деп, сондықтан мен жинап жатырмын импортный заттардан. Болды, басқа ешқандай не жоқ. Міне телевизор, міне осындай. Телевизордың көбісі осындай импортный телевизорларда құрамында осындай болып тұрады. Міне мындай мыс транзисторларды лақтырмаңыз, бірақ жинай беріңіз. Егерде СССР кезінде телевизорлар болса, олар уже басқаша болады. Олар ішінде құрамында алтыны бар, күмісті бар, мыс саря. Мінеке осындай видео, телевизор аштық. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, комментарий жазыңыз, әрине. Аллах қаласа, алдымызда қызық видеолар болады. Каналымызға тіркеліңіздер. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.